Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. 8 қарақшы арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде дебатқа кіріспе болады және біз Қостанай өңіріндегі БПФ туралы қозғайтын боламыз. Құрметті көрермендер, біз білеміз, биылғы жаңа маусым, дебатта жаңа маусым басталып жатыр. Осы жаңа маусымда өте көптеген жаңа жас буындар бізге келеді, мектеп оқушыларының жас буындар келеді, және біздің бүгінгі подкасттың басты мақсаты осы Қостанай өңірінде ең танымал, ең көп ойнатылатын формат БПФ форматы туралы қысқаша шолу жасау. Біздің бүгінгі подкастымызда қарастырылатын негізгі сұрақтар: бірінші, БПФ форматы деген не? БПФ форматы деген не? Ойынға қанша команда қатысады және тағы да басқалар. Онда егіз бастайық. Жалпы БПФ деген не? Осыдан бастайық. БПФ деген және оған қанша команда қатысады? БПФ деген қысқаша айтқан кезде 4 үстел ойналады. Осы 4 үстелдің арасында берілетін тақырып бізде қарарлар болады. Осы қарарларды талқылайтын болады. БПФ форматын толығымен айтатын болсақ, британдық парламенттік формат деп аталады. Осы британдық парламент форматының басты ерекшелігі ашушы үстелдер болады. Ол ашушы үстелдерде бізде әрқашан конструктивті бөлім деп аталады. Ол конструктивті бөлімде идеялар, осы барлық кесте айтылатын ойлар, барлығы дәлелдермен, фактілермен және аргументтермен бекітілу керек. Екінші үстелдер ол бізде жабушылар. Басқа форматтарда ол өте аз кездеседі. Осы жабушы үстелдердің жеңіске жетуінің басты мүмкіндігін беретін ол сараптама немесе салыстырулар. Осы жерде ол өте маңызды болып табылады. БПФ форматының басты ерекшелігі басқа форматтардың осы 4 үстелдің арасындағы басты қақтығыс нүктелерінің болуы. Және одан бөлек БПФ форматында бізде столдар үкімет және оппозиция деп бөлінеді. Үкімет көбінесе сол тақырыпқа байланысты өзінің идеяларын немесе өздерінің көзқарастарын немесе болып жатқан сол оқиғаға байланысты аргументтерін қорғайды. Ал оппозиция болса, осы аргументтерге қарсылық білдірту арқылы өздерінің кейстерін құрады және осы арқылы бізде БПФ ойыны жүретін болады. Енді уақыт регламентіне тоқтайтын болсақ, қазіргі көбінесе жаңада келген жас буындар 7 минут берілген уақытын тиімді пайдалана алмайды. Осындай проблемалармен кезігеміз, енді сол туралы толығырақ айтатын болсақ. БПФ форматында жаңа айтқандай 4 үстел болады. Ашушы үстелдер, жабушы үстелдер. Ашушы үстелдер өзара екіге бөлінеді. Ашушы үкімет және ашушы оппозиция. Жаңа Чингис айтып кеткен секілді дұрыс, үкіметтер тақырыпты қорғайды. Және осы жерде БПФ форматының уақыт регламентінде басты сақталатын нәрсе екіге бөлінеді уақыт регламент. Ол толық формат және қысқартылған формат. Толық формат туралы айтып кетсеңші? Толық форматта бізде 7 минут ойналады. Егер спикер қосымша уақыт сұрайтын болса, оған 15 секунд уақыт беріледі. Әдетте қарар деген зат бар, яғни осы ойын белгілі бір ойынның тақырыбы. Осы тақырып берілгеннен кейін бізде 15 минут дайындыққа беріледі және сол 15 минуттан кейін сол раунд басталады. Раунд басталғаннан кейін ашушы үкіметтің бірінші спикері 7 минут 15 секунд сөйлейді және осы уақыт көлемінде басқа спикерлерге де дәл сондай уақыт беріледі. Бірақ бізде сонымен қатар көптеген турнирлерде, Қостанай турнирлерінде қысқартылған форматтағы БПФ болады. Ол өте танымал, өйткені ол бір жағынан уақытқа тиімді турнирдің өте сәтті аяқталуына да септігін тигізеді. Ол кезде біз 5 минутты қолданамыз, яғни барлық үстелдегі дебатерларға пікір 5 минут беріледі. Ол кезде қосымша уақыт 15 секунд әлі де сақтала береді. Және осы жерде үстелдердің ішінде командалар туралы айтып кеттік, 4 команда болады. Олардың функциялары бар. Жас буындар үшін ол функциялар әлі де таныс емес, бірақ біз осы функцияларды келесі подкастымызда, келесі біздің Қостанай пікірсайысшылар бар, солар толығырақ айтатын болады. Біз бүгін тек қана шолу жасап жатырмыз БПФ форматына. Олай болса, ойыншылардың атауына көшетін болсақ. Ол өте маңызды. Ашушы үкімет, ашушы оппозиция, жабушы үкімет және жабушы оппозиция деп аталады. Одан кейін әр үстелдің жаңағы спикерлеріне тоқтап кетсек, бірінші спикер ол бізде премьер-министр. Сен айтып жатқандай, үкіметтерде анақ премьер-министр болады. Оған қарама-қарсы екінші болып шығатын ол оппозиция мүшесі. Ол оппозиция лидері деп аталады. Одан кейін ойынға осы екі дебатерден кейін премьер-министрдің орынбасары шығады. Орынбасарында дәл осы уақыт регламенті сақталады. Одан кейін оппозиция лидерінің хатшысы шығады, яғни орынбасары сол. Одан кейін бізде жабушы үстелдердің ойыны басталады. Осы моментке дейінгі 4 пікірсайысшы тек қана конструктивті ойларын, яғни факты дәлелдемелерді айтатын болады.
Енді жабушы үстелдерде ең бірінші жабушы мүшесі шығады, иә, үкімет мүшесі деп аталады. Үкімет мүшесінің басты міндеті кеңейту жасау немесе жоғарыда айтылған ойларға басқа жаңаша мысалдар, қолдаулар жасау болып табылады. Кейіннен оппозиция мүшесі шығады, және оппозиция мүшесі жаңағы оппозиция үшін басталатын сараптама бөлімін бастайды, және алғашқы екі столдарды салыстырады, одан кейін өзінің функциясын атқарады. Одан кейін үкімет тараптарының соңғы спикері шығады, ол хатшы деп аталады. Жабушы үкімет хатшысы деп аталады. Осы хатшының өзі аты айтып тұрғандай, ол сараптама жасайды. Ол осы сараптаманы барлық үстелге жасайды, ойында қамтылған барлық нүктелерге, клештерге немесе қайшылықтарға. Кейін оппозиция хатшысы шығып, ойынның соңғы нүктесін қоятын болады. Яғни ол да 7 минут 15 секунд сөйлейді, жаңағы ойынға толыққанды анализ жасайтын болады. Осы біз айтып жатқан барлық атаулар өте маңызды болып табылады. Неге? Өйткені дебатта біз есінде ма, көптеген турнирларға барған кезде, тіпті Қостанайдың ең басты проблемаларының бірі осындай, олар шығады айтады, жабушы үкіметтің бірінші спикері, жабушы үкіметтің екінші спикері дей салады, бірақ осы кезде түсініксіздіктер туындайды, бірінші спикер не істейді, екінші спикер не істейді. Қашан біз осылай нақты аттарын айтамыз, хатшысы, премьер-министр деген кезде бізде кішкене болса да түсінік жақсырақ қалыптасады. Одан бөлек бізде уақыт регламентіне тоқталатын болсақ, бірінші минут пен соңғы минуттар спикердің қорғалған болады. Яғни осы уақыт көлемінде біз ешқандай сұрақ немесе PY нүктелерін қоя алмаймыз. Ал жаңағы екінші минуттан бастап және 6-шы минутқа дейін кез келген румда отырған, тыңдап отырған спикер сөйлеп жатқан спикерге сұрақ қойылады. Енді PY нүктелеріне тоқтайық. Құрметті жас буын немесе осыны тыңдап жатқан көрермендер, PY деген дебат ағылшын елінен келгендіктен ол point of information деп аударылады. Бұл дегеніміз ақпарат нүктесі деп аударылады. Бізде дебатта өте көп сұрақтар туындайды, Чина. Ол сұрақтардың түрлері де өте көп. Оны да бір подкастта толығырақ қарастырамыз. Бүгінгі БП форматындағы ақпарат нүктесіне тоқталатын. Бүгінгі БП форматының ақпарат нүктесі 15 секундты қамтиды. Және оның өзінің белгісі бар. Біз партаны ұрамыз, немесе қолымызды ұрамызда сұрақ деп айтамыз, немесе PY деп айтамыз. 15 секунд ішінде сіз қысқа және нақты түрде сұрағыңыз қойыңыз. Ол анықтаушы болуы мүмкін, немесе ол осы ойындағы сіздің идеяңызға қарсы шығуы мүмкін. Сондықтан сұрақты қабылдау немесе қабылдамау кезінде де мұқият болу керек. Сен сұрақтарды қашан қабылдай аламыз? Сұрақтарды көбінесе жаңағы 2-ші минуттан бастап қабылдаймыз, мен айтқандай. Онымен қоса PY нүктесі тек қана сұрақты емес, сонымен қатар комментарийді қамтиды, өйткені бұл point of information, яғни ақпарат нүктесі деп аударылады. Яғни осы кезекте сен белгілі бір комментарийді айта аласың, яғни дезинформация болып жатсын, айтып жатқан спикерді сен тұрып, құрметті төреші, бұл ақпарат өтірік, себебі мынандай да басқа ақпараттар бар деген сияқты өзінің комментарийінде білдіре аласың. Осы жерде басты назар аударатын нәрсе ол төрешіге бағытталған сұрақ болып табылады. Біз жаңа айтып кеткен сұрақтан түрлері болғанда, сен диагоналды тұрғыда сұрақтарды қоя аласың, яғни ашшы үкіметтен бастап саған диагонал қарама-қарсы ол жабушы оппозиция, немесе сен өзің қарсыластарына қоя аласың. Қостанай өңірінің дебатының ерекшелігі осында, басқа өңірлер сияқты біз өзіміздің палаталарымызға қоя алмаймыз. Ашшы үкімет жабушы үкіметке қоя алмайды. Ашшы оппозиция жабушы оппозиция қоя алмайды. Бұл біздің басты ерекшеліктердің бірі деп айтуымызға болады. Өйткені біз білеміз, Қостанайға әртүрлі өңірден студенттер келеді, олар дебат ойнап келуі мүмкін, тәжірибелері болуы мүмкін. Қостанай дебатында жалпы солтүстік орталық дебатта бізде тек қана диагонал нүктеде және қарсыластардың оппоненттерге ғана қоя аламыз. Олай болса, біз өзіміздің алғашқы бөліміміздің аяқтауына жақындап қалдық. Бұл тек қана бастамасы. Осыдан кейін өте көптеген лекциялар және пайдалы БП форматына керек маңызды ақпараттарды күтіңіздер. Ал бөліміміздің соңында Аягөз өзінің дебаттағы жас буындарға беретін кеңестерін болса, БПФ ойнаған кезде қандай жерлерге акцент қою керек, сонымен бөліссең. Құрметті жас буындар немесе дебат сүйер қауым, БПФ ойнаған кезде ең басты нәрсе ол аргументация. Бұйырса біздің подкасттарда принциптік практикалық аргументация бойынша көптеген тренингтер болады, осыған басты назар аудару қажет. Ал біз айтып жатқан базалық дүниелер, терминология, БПФ деген секілді, ол әрқашанда фундамент болып табылады. Оны білу өте маңызды болып табылады. Менің жас буындарға беретін кеңесім ол психологиялық кеңес. Ешқашан мойымаңыздар, дебат ол
иә, бүгін бәлкім сіздер жеңбейтін шығарсыздар, бірақ уақыт өткеннен кейін сіздер міндетті түрде жеңесіздер, берілмеңіздер, дебатты ары қарай ойналып жалғастырыңыздар. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңыздар.